Қыс түспей жатып, қазірден ақ көп өңірде сағат тілінің артқа жылжуы қолайсыздық туғызып жатыр. Ал күннің ерте батуы денсаулық сақтау министрінің психологиялық жағдайының тұрақтылығына әсер етіп жатқан жоқ екен. Но это не только в Казахстане, я хочу сказать, и в других странах. Как бы и рано темнеет, люди рано встают. Я не испытываю депрессивного состояния. По состоянию моего здоровья нареканий нету. Моя задача сейчас отслеживать состояние здоровья населения и в целом рассмотреть этот вопрос с позиции общественного здравоохранения. И для этого соответствующая рабочая группа создана, мы этот вопрос на контроле держим. Абай облысының әкімі де сағаттың кері жылжуынан ыңғайсыздықты сезбегенін айтады. Нұрлан Уранхаевтың пайымынша, бұл шешімнің әсерін бағалау үшін кем дегенде 1 жыл күту керек. Осы бізде сауда министрлігі ол құзырлы орган. Солармен жұмыс жасау керек. Соларға жүгініп, олардан сұрау керек. Себебі мен қазір сізге жауап бере алмаймын. Ол бір, екіншіден 1 жыл ең кемінде күту керек. Біз шешім қабылданды. Әр 3 ай сайын біз оны ауыстырмаймыз ғой. Сондықтан 1 жылдан кейін сол кезде бәрі түсінікті болады. Біз көреміз, я дұрыс па, жоқ па. Ең кемінде 1 жыл күту керек. Өңір басшысы сағат 4-те қараңғы түсет деген жұрттың шағымын жеткізген журналистермен де келіскен жоқ. Кейін тілшілер оған күннің ерте бататынын ерекше әдіспен дәлелдеуге тырысты. Вот в 4 часа уже сумерки. То давайте начнем с того, что в 4 часа у нас еще не сумерки. Я опять повторюсь, что, наверное, с чьих слов вы говорите, я не знаю. А у вас есть с собой телефон? Ну да. Ага, iPhone? Ну да. Ага, откройте, пожалуйста, вот там, где погода. Погода? Да. Посмотрите, сегодня закат в Семее в 16:09. Это к тому, что вы только что сказали, коллеги, что в 16 часов в Семее солнце не садится.